Мынандай эсеп карастырайык. Косуу формуласын пайдаланып, синус пи бөлүнгөн 12-нин маанин эсептеңиз дейт. Косуу формуласын пайдаланып деп жазылыптыр. Демек, косуу формуласын пайдаланабыз. Синус пи бөлүнгөн 12 дегенimiz ол бизде пи бөлүнгөн 3тен пи бөлүнгөн 4-ті азайтканга тең го, э? Сонда пи бөлүнгөн 3тен пи бөлүнгөн 4-ті азайтабыз. Так. Синус альфа минус ветта формуласын пайдаланабыз го. Сонда синус альфа минус веттанын формуласы ол бизде болады. Синус альфа косинус ветта минус косинус альфа синус ветта тең болады. Косуу формуласын пайдаландык. Ары ката өрнөктү маанин табамыз. Синус пи бөлүнгөн 3-те маани 2-ден түбүр асты 3-кө тең. Көбөйтөбүз. Так, көбөйтөбүз. Косинус пи бөлүнгөн 4-те 2-ден түбүр асты 2-ке тең. Азайтабыз. Косинус пи бөлүнгөн 3-те 2-ден 1-ге тең. Көбөйтөбүз. Синус пи бөлүнгөн 4-те 2-ден түбүр асты 2-ке тең. Тең болду. Так, 2-ден түбүр асты 3-те 2-ден түбүр асты 2-ке көбөйтөбүз. 4-тен түбүр астында 6. Азайтам. 2-ден 1-де 2-ден түбүр асты 2-ке көбөйтөбүз. Бизде чыгады 4-тен түбүр асты 2. Немесе 4-тен 1-ди жакшанын сыртына чыгарып жиберсек, жакшанын ичинде бизде калады түбүр асты 6 минус түбүр асты 2. Сонда синус пи бөлүнгөн 12-нин маани мына 4-тен 1 түбүр асты 6 минус түбүр асты 2-ке тең. Так, энди келесі эсепти карайбыз. Өрнөктү ыкшамдаңыз дейт. Косинус 2 альфа бөлүнгөн синус альфа минус косинус альфанын квадраты. Азайтабыз синус 2 альфа. Энди бул жерде карайбыз. Косинус 2 альфа дегениңиз ол бизде косинус квадрат альфа минус синус квадрат альфаны береді го. Так, сол формуланы коябыз. Сонда косинус 2 альфанын ордуна, так, биз экинчи эсепте бул. Так, жасыл менен жазайык. Так, экинчи эсеп. Мен сразу формуланы коюп жазам, э? Косинус квадрат альфа минус синус квадрат альфа. Бөлеміз. Синус альфа минус косинус альфа, да? Так, бөлеміз. Так. Синус альфа минус косинус альфа. Осының бізде квадраты. Азайтамыз. Синус 2 альфа болды, да? Так, синус 2 альфа дегенimiz ол бізде 2 синус альфа көбейтілген косинус альфаға тең. Тең болады. Косинус квадрат альфа минус синус квадрат альфа дегеніңіз ол а квадрат минус в квадрат бойынша жіктеледі. Сонда косинус альфа минус синус альфа, косинус альфа плюс синус альфа. Бөлеміз. Синус альфа минус косинус альфа. Синус альфа минус косинус альфа. Бізде қазір ана косинус альфа минус синус альфа мен қысқартып жіберу үшін синус альфа минус косинус альфа мен косинус альфа минус синус альфа бір-біріне қарама-қарсы сандар ғой. Қысқарған кезде минус 1 қалады. Минус 1. Минус 1-дің квадраты ол бізде 1-ге тең. Сондықтан косинус альфа плюс синус альфаның квадраты деп жаза бере аламыз. Азайтамыз 2 синус альфа көбейтілген косинус альфа тең болады. Сонда бізде, мен сразу жазайын енді. Мына жерде қараңыз, минус 1-дің квадраты ол плюс 1-ге тең. Сондықтан косинус альфа плюс синус альфаның квадратын сол күйінде аша береміз. Яғни біз қолданамыз а плюс в-ның квадратын. Сонда косинус квадрат альфа плюс 2 косинус альфа синус альфа плюс синус квадрат альфа. Азайтамыз 2 синус альфа көбейтілген косинус альфаға. Сонда мына 2 синус альфа косинус альфалар жойылып кетеді. Сонда косинус квадрат альфа қосылған синус квадрат альфа ол бізде 1-ге тең болады. Так, дәл солай үшінші есепті қараймыз. Енді үшінші есепте бізде тангенс 75-те мәнін табыңыз дейді. Жарты бұрыштың формуласын қолдану арқылы дейді.
Яғни біз қолдануымыз керек тангенс альфа бөлінген 2-ні. Демек, тангенс 75 дегеніміз, ол бізде тангенс 150 бөлінген 2-ні береді ғой, Так, үшінші степ. Тангенс 150 бөлінген 2. Сонда тангенс альфа бөлінген 2-нің формуласын қолданамыз. Так, ол бізде нені береді? Тангенс альфа бөлінген 2 дегенде ол бізде болады синус альфа, яғни альфаның орнында 150 градус тұр. Бөлеміз 1 қосылған косинус альфа. Тем болады. Синус 150-де немесе синус 150 дегеніңізді 180 минус 30 деп алуыңызға болады. Сонда синус 30 градус береді ғой. Ал біз білеміз, синус 150 градус дегеніңіз екінші ширек. Екінші ширекте синустың таңбасы плюс. Сондықтан 2-ден 1-дің өзін жазамыз. 1 плюс косинус 150 дегенде, косинус 150-іңіз ол минус косинус 30-ді береді ғой. Себебі косинус екінші ширекте теріс сан. Яғни x екінші ширекте теріс сан. Демек, косинус 30 градус бізде 2-ден түбір асты 3-ті береді. Онда 150 градусыңыз минус 2-ден түбір асты 3. Онда ортадағы плюсіміз минусқа айналып кетеді. Сонда 2-ден түбір астында 3. Так, бөлімін ортақ бөлімге келтіреміз. Сонда бізде алымында 2-ден 1, бөлімінде 2-ден 2 минус түбір асты 3 қалады ғой. 2 мен 2 қысқарып кетеді. Сонда бізде 1 бөлінген 2 минус түбір асты 3 қалады. Тем болады. Біз иррационалдықтан құтылуды білеміз. Сонда жазамыз. Бөлшектің бөлімін бізде 2 минус түбір асты 3 қой. Демек, оны түйіндесіне көбейтшереміз. Яғни 2 плюс түбір асты 3-ке көбейтеміз, және 2 плюс түбір асты 3-ке бөлеміз. Яғни, мына 2 қысқарып кетсе, мына 2 плюс түбір асты 3-те қысқарып кетсе, мына өзгерісі шығады дегенді білдіреді. Арғата не істейміз? Алымына алымын, бөліміне бөлімін көбейтеміз. Сонда 1-де 2 плюс түбір асты 3-ке көбейтсек, 2 плюс түбір асты 3-тің өзі қалады. 2 минус түбір асты 3 көбейтілген 2 плюс түбір асты 3, яғни а минус б, а плюс б. Бізде береді а квадрат минус б квадрат. Тем болады. 2 плюс түбір асты 3 жазып қоямыз. 2-нің квадраты 4, азайтамыз. Түбір асты 3-тің квадраты 3. 4-тен 3-ті аламыз 1. Сонда бізде шығады 2 плюс түбір асты 3-тің өзі. Так. Енді 4-ші есеп. Тепе-теңдікті дәлелдеңіз. Так, 4 синус альфа, косинус альфа дейді. 4 синус альфа, косинус альфа дегенді біз 4 синус альфа, косинус альфа деген мезеге бай көрсетіп қайтайын. Так, 2 көбейтілген 2 синус альфа, косинус альфа деп жаза аламыз ғой. Сонда мына өрнегіңіз. Так. Мына өрнек. Ол бізде береді синус 2 альфаны, я? Сонда бізде алымында 2 көбейтілген синус 2 альфа деген шығады. Мына оңай сияқты, я? Осы жерге жаза салайық. Ал бөлімінде, мен бөлімін жаза қояйын мұнда. Косинус квадрат альфа минус синус квадрат альфа ол бізде береді косинус 2 альфаны. Сонда синус 2 альфаның косинус 2 альфаға қатынасы ол бізде болады тангенс 2 альфа. 2 көбейтілген тангенс 2 альфа болады сонда. Болды. Бұл өзі оңай дәлелденді. Дәл солай 5-ші есепті қараймыз. Бізге косинус альфа көбейтілген косинус веттаны мәнін табу керек. Косинус альфа плюс веттаңыз 3-тен 1-ге тең, косинус альфа минус веттаңыз 3-тен 2-ге тең. Косинус альфа көбейтілген косинус веттаны мәнін есептеңіз дейді. Так, бұл бізде 5-ші есепті. Так, 5-ші есеп. Так, басқа цветпен жазайық. Так, мына цветпен жазайық. 5-ші есеп. Бізге табу керек косинус альфа көбейтілген косинус ветта. Яғни, көбейтіндіні қосындыға түрлендіру, я? Ол бізде береді 2-ден 1, жақшаның ішінде косинус
альфа плюс беттадан. Так, косинус альфа косинус бетта дегенде біз қосамыз ғой, иә, формулада. Қосу формуласынан шығады ғой. Қосу формуласының 3-ші, 4-ші формуласын пайдаланған кезде, так, біз ортасын қосамыз, иә. Қосамыз косинус альфа минус бетта. Тең болады. Уже бізде бар 2-ден 1. Косинус альфа плюс бетта бізде бар есептің шартында беріліп тұр. Альфа плюс бетта 3-ден 1-ге тең, альфа минус бетта 3-ден 2-ге тең. Болды, орнына қоя қоямыз. Сонда 3-ден 1 қосамыз 3-ден 2. 3-ден 1-ге 3-ден 2-ні қоссақ 3-ден 3, яғни 1 болады да. Сонда 2-ден 1-ді 1-ге көбейтеміз, 2-ден 1. Болды, өрнекті мәні 2-ден 1-ге тең. Осымен бес есеп аяқталады.